Балалар, бүгін біз хан талапай ойын ойнаймыз. Хан талапай ойынын қыс мезгілінде отбасымен бірге ойналатын ойын екен. Ал хан талапайда бірнеше асықтар болады. Ал оның ішінде ерекше қызыл асығымыз хан болып есептеледі екен. Ал хан талапайымыз ерекше болу үшін біз оны қызыл түске бояп қояды екенбіз. Егер де асықтардың барлығын шерген кезде ортаға асығымыз алшы түсетін болса, қызыл асығымыз, онда біз асыққа таласады екенбіз. Сол кімнің қолына қызыл асық түсетін болса, онда ол ойынды бірінші бастайды екен. Кәмісі оға ойынды бастай қой. Асығымыз қандай түсті? Шөп түсті. Жарайсың. Енді біз көк пен көкті бір-біріне атамыз. Тамаша. Енді бір асығыңды ала қой. Келесі тағы қандай асықтарды атуға болады? Ата қой. Тамаша. Бір асықты таңдап аласың. Жарайсың. Тағы да. Тағы қайда асықтарды атуға болады? Міне асықты біз тигізе алмадық. Енді ойынды ары қарай София жалғастырады. Ал біз келесі ойынымыз ақсүйек ойынына келдік. Міне балалар, бізде бұл жерде ақсүйек ойыны, қазақтың ұлттық ойыны. Ақсүйек ойынында балалар біз әуен қосылған кезде шеңбер айналып жүріп, әуен тоқтаған кезде өзіміз таңдаған оюға барып тұра қаламыз. Кәні ойынды бастайықшы. Кеттік. Әуен тоқтады. Біз не істейміз балалар? Міне біз өзіміз таңдаған оюға келдік. Мұхаммад, сен қандай оюға келді? Тоқтады? Бұл қандай? Бидай ою. Тамаша. Хадик, сенде қандай ою? Қанатты ою. Тамаша. Балым, сенде қандай ою? Кептер ою. Кептер ою. Алихан, сенде қандай ою? Табан ою. Табан ою. Тамаша. Балалар, қараңдаршы, енді біздің ойымыздың астынан не шықты? Ақсүйек шықты. Ақсүйек шыққан балалар ойынды ары қарай жалғастырады. Ал бізде Мұхаммадта ақсүйек шықпады, ал ол ойыннан шығады. Міне балалар, біз ойынды осылай ары қарай жалғастырып ойнай береді екенбіз.